Алматы деген мәтінді қайта айту. Алматы кіші Верный деген бекінісінен ірі қалаға 19 ғасырдың соңынан 20 ғасырдың ортасына дейін дамып өсті. Қазіргі заманда ол ірі жол, темір жол және әуе жолының торабы. Кеңес одағында қала Мәскеудің басқаруына бағынды. Тәуелсіздіктен бері 1991 жылдан бастап Алматы егемен Қазақстан елінің астанасы дәрежесіне көтерілді. Кеңес заманында Алматы қаласында көптеген кәсіпорындар болды. Олардың шығарылған өнімдер дүние жүзінде мәлім болды. Осындай қалай пайда болғанын айту керек. Олай отан соғысынан басталғаннан кейін ұзамай, ірі зауыттарды сақтау үшін оларды Кеңес одағының батыс жерлерінен шығыс жерлеріне әкеліпті. Алматының өндіріс қоры соғыс жылдарында 3 есеге көбейді. Соғыс аяқталғаннан кейін Алматы ірі өнеркәсібінің орталығында айналдырды. Жергілікті әкімшілік экономикалық дамытуды басқарғанымен ірі кәсіпорындар Мәскеуге қарасты болды. Ұлы отан соғысы қаланың тарихында ерекше орын алады. Соғыс жылдарында Алматы тыл нығайтушы орталығына айналдырды. Оның тұрғындары күш салып, майданға жан-жақты атсалысып, жеңіске баға жетпес үлес қосты. Соғыстың алғашқы күнінен бастап, бүкіл Жетісу аймақтағы күш-жігері жұмылдырылған. Аймақта бірнеше атқыш құрамасы жасақталған. Олардың бірі атақты генерал Панфилов басқарған 316 атқыш құрамасы болды. 1949 жылы қала Ленин орденімен марапатталды. Алматыда өзінің бай табиғатымен белгілі. Алатау солтүстік баурайының іргесіне орналасқан кесірінен оның климаты ерекше жайлы. Қыстағы температура -10 градустан төменге сирек түседі. Жазда орташа есеппен 25 градус жылы. Алматының таудағы түнеректері ерекше, көріністерімен барлық елдің тұрғандарына әйгілі. Медеу биік таудағы мұз сырғанағы да Алматының көрнекті жерлерінің бірі. Оның мұз айданында көптеген рекордтар коньки тебу спортында тіркеліп жасалған. Алматы қаласы менің туған жерім. Менің онымен таптырмайтын байналастарымды сеземін.